Ассаламалейкум, бүгін қойдың құйрығын тұздаудың бір тәсілін көрсететін боламын. Бұл қойдың майы негізі шипалықта және де қоректікте пайдасы бар екенін бұрыннан білем, себебі апам үйде өзінің тізесін ауырған кезде жағатын, немесе сәби жаңадан дүниеге келген кезде осыны ерітіп денесіне майлап пайдаланады. Содан бері есімде қалып қойған. Бұл тәсілде мен құйрық майды пияздың қабығына салып пісірдім, және де тұзды көбірек қосамыз, себебі құйрық май өзіне керекті тұзды ғана бойына сіңіріп, қалғанын сіңірмейді. Жарты сағат, бір сағатта майымыз пісіп дайын болады. Піскеннен кейін суытып, осылай жылы күйінде тұзымызды, бұрыш, чеснок барлығын араластырып жағып аламыз. Паприкаға салсаңыз да болады, салмай тек қана өзін қатырып, солай ары қарай қорекке пайдалансаңыз болады. Иісі деген керемет, және де қатып шыққаннан кейін кәдімгі дүкендерде сатылатын бізде май пайда болады. Өзім осымен екінші рет жасап тұрмын. Әрқашанда ойымдағыдай шыққан.